Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін теріңізді жарқыратып, әжімдерді азайтатын коллагенді маска жасаймыз. Масканы дайындау үшін бізге кофе керек. Кофе бет терісіндегі барлық әжімдерді кетіреді. Ыдысқа біраз қасық кофе салып, үстіне 150 мг су құйып араластырамыз. Кофені баяу отқа қойып 2-3 минут қайнатамыз. Кофе бет терісіндегі коллаген өндірісін ынталандырады және әжімдерді азайтуға көмектеседі. Дайын болған кофені оттан алып, сүзгіден өткізіп аламыз. Қалған кофе ұнтағын тастамаңыз. Бет пен дене терісіне арналған қарапайым скраб пилинг жасаймыз. Кофе ұнтағын ыдысқа салып, үстіне 1 шай қасық бал қосып, жақсылап араластырамыз. Дайын болған пилингті бетіңізге және денеңіздің барлық жеріне массаж қозғалыстары арқылы жағып, тазалап, соңынан сумен шаясыз. Бұл пилинг денеңіздегі кірден және өлі теріден тазалайды. Бір қолданғаннан кейін-ақ денеңіз тазарып, жұмсарып, жарқырайды. Енді қартаюға қарсы маска дайындаймыз. Бізге жүгері крахмалы керек. Кофе тұнбасына біраз қасық жүгері крахмалын қосып, жақсылап араластырамыз. Дайын болған қоспаны ыдысқа құямыз. Баяу отқа қойып, үздіксіз араластыра отырып, қоюланғанша қыздырамыз. Жүгері крахмалы қосылған маскаларды қолдану арқылы тіпті терең әжімдерді де кетіреміз. Дайын болған маска негізін суытып, ыдысқа құйып аламыз. Достар, егер мені қолдағыңыз келсе, каналға жазылыңыз, лайк басыңыз, видео рецептпен достарыңызбен бөлсіңіз, және жаңа шыққан рецепті жіберіп алмас үшін қоңырауды қосуды ұмытпаңыз. Келесі қосылатын ингредиент зығыр дәндері. Ыдысқа біраз қасық зығыр дәндерін салып, үстіне 150 мг су құйып, баяу отта 5 минут қайнатамыз. Достар, каналға жазылыңыздар. Мұнда сізге керекті рецептер табатыныңызға сенімдімін. Зығыр дәндері бет терісіндегі қартаю белгілерін азайтады. Дайын болған зығырды суытып, дәке арқылы сүзіп аламыз. Маска негізіне 2 ас қасық зығыр гелін қосып, араластырамыз.
және 1 шай қасық жүзім майын қосып араластырамыз. Барлық ингредиенттер қосылғаннан кейін масканың әсері күшейе түседі. Дайын болған масканы шыны ыдысқа құйып, тоңазытқышта 1 аптаға дейін сақтап қолдануға болады. Бұл маска бет терісін жақсы нәрлендіреді, теріңізді ағартып, әжімдерді азайтады. Бұл масканы аптасына 3-4 рет бетіңізге, мойныңызға және декольте терісіне жағып 30 минутқа қалдырасыз. Содан кейін қалған масканы жылы сумен жуасыз. Қалған зығыр гелін шыны ыдысқа құйып, тоңазытқышта 2 аптаға дейін сақтауға болады. Зығыр гелін күнделікті қолыңызға, бетіңізге, мойныңызға және декольте терісіне жағып 1 сағатқа қалдыруға болады. Немесе түнгі ұйқыға қалдырсаңыз да болады. Зығыр гелін көз айналасына да жағуға болады. Бетіңізді тартып, әжімдерді азайтады. Көргеніңізге рахмет, сізге денсаулық, жастық және сұлулық тілеймін. Келесі кездескенше.